Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге кәді және баялдыдан тіске басар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Бір баялды және бір кәдіні алып, артық бөлігін кесіп тастап, видеода көрсетілгендей ұзынша жіңішке етіп кесіп турап шығамыз. Кейін тазаланған сарымсағымызды алып, пышағымызбен үстінен бір басып, майдалап, турап шығамыз. Екі жұмыртқамызға татымына қарай тұзды қосып, жақсылап араластырып аламыз да, қызып тұрған майда баялдымызды және де кәдімізді жұмыртқамызға ауната отырып, майға салып, қызарғанша қуырып аламыз. Барлығын дәл солай екі жақты қызартып қуырып аламыз. Кейін қызанағымызды алып, видеода көрсетілгендей жіңішке етіп турап шығамыз. Және де салатқа қосатын жасыл жапырақшаларымыз дайындап аламыз. Және де турап дайындап қойған чесногымыздың үстінен майонез қосып, араластырып дайындап аламыз. Сөйтіп баялдымызды алып, үстінен осы дайындаған соусымызды жағып, салатный жапырағымызды қойып, үстінен помидорымызды қойып, айналдырып шығамыз. Кәдіні де дәл солай жасап дайындап шығамыз. Дайын болған тіске басарымыздың үстінен сәндік ретінде бальзамический соус сеуіп шықтым. Тіске басарларымыз өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар.